Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұсынатын ақпарат сіздің үйіңізді паналайтын жын-шайтанның 4 орны туралы болмақ. Егер қызық болатын болса, менімен бірге болыңыздар. Үйіңізді паналайтын жын-шайтанның алғашқы орны ұзақ уақыт жиналмаған және ешкім жатпаса да жайылған төсек. Мұндай төсекке шайтан орнығып мекен қылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам төсек адамның өзі үшін, отбасы үшін және қонақ үшін болады. Ал төртіншісі жиналмай жатқаны немесе ысырапшылықпен төселгені шайтан үшін деген хадис бар. Екінші, егер үйіңізде сурет болатын болса, яғни адамның және жануарлардың бейнесі бар суреттер, шынында бұндай үйге періштелер кірмейді, керісінше шайтанға жол ашады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сурет пен ит бар үйге періштелер кірмейді деген. Құрметті канал қонақтары, егер де менің каналымнан дәл осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмейтін болса, дәл қазір каналыма тіркеліп алыңыз және де қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Сол кезде менің видеоларым сіздерге SMS хабарлама ретінде келіп тұратын болады. Ал шайтан паналайтын үйіміздегі төртінші зат ол киім екен. Яғни киілмей ұзақ шкафта ілініп тұратын киімдерді шайтан пана қылады екен. Себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам киімдеріңді жинап жүріңдер. Себебі шайтан шашылып киілмей бос тұрған киімді мекендейді деген. Егер сіздің үйіңізде шкафта өте көп 4 мезгілдің киімдері бірден ілініп тұратын болса, онда ара-тұра шкафтың есігін ашып, Фатиха, Аятул Курсиді оқып тұруды ғалымдар кеңес береді. Егер сіз Фатиха және Аятул Курсиді білмеймін, оқи алмаймын дейтін болсаңыз, үйіңізге Құранды қосып қойған сәтіңізде шкафтардың есігін ашып қойсаңыз да болады. Және төртіншісі, бәршамыз білетіндей, ол әжетхана, жын мен шайтан мекендейтін жер. Әжетханаға кірген адам сөзден тыйылу керек. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткендей, адам әжетханаға кірген кезде сол аяқпен кіріп, оң аяқпен шығып, арнайы әжетхана дұғасын айтып отыруы керек. Мінеки, бүгін сізбен біз жын-шайтан паналайтын үйіміздегі 4 орын туралы білдік. Егер де сізге бұл ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар дәл осы ақпарат кімге пайдалы болады деген ойда болсаңыз, сол адамдарға, достарыңызға, туыстарыңызға әлеуметтік желілерде бөлісіп қойсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Жансая, соңына дейін болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.